Баршаларыңызға ассаляму-алейкум. Бүгін араб тілінің соңғы сабағына келдік. Ал бисмиллах бастайық. Мән әнтә. Айтпақшы айтайын, Хамид пен Мұхаммедтің арасындағы диалог. Мән әнтә. Сен кімсің деп тұр. Әнә толибун бил джамиға. Мен университетте студентпін. Әнтә толибун жадид. Сен жаңадан келген студентсің бе? Нәм, әнә толибун жадид. Я, мен жаңадан келген студентпін. Мен әйна әнтә, сен қай жерденсің? Әнә минәл хинди, мен Индияданмын. Келесі. Мәсмука, сенің есімің кім? Исми Мұхаммад, есімі Мұхаммад. Вәмән хәзәл фәтәл ләзи мәәкә, яғни жаныңда тұрған бала кім деп тұр? Хуә зәмил, ол менің группаласым деп тұр. Әхуә әйдан минал хинди, ол да Индиядан ба дейді? Лә, хуә минал ябан. Жоқ, ол япониялық. Лә деген жоқ. Мәсмуху, оның есімі кім дейді? Исмуху Хамза, есімі Хамза. Мә луғатука я Мұхаммад, сен қандай тілде сөйлейсің, Мұхаммад дейді? Луғатил урдия, мен урди тілінде сөйлеймін деп тұр. Әхия луғатун сәхілә, ол оңай тіл ме дейді? Нам, хия луғатун сәхілә, я, ол оңай тіл. Ва Хамза, мә луғату, Хамза қай тілде сөйлейді дейді? Луғату хул ябания, ва хия луғатун сағба. Ол жапон тілінде сөйлейді, және ол қиын тіл. Келесі. Әйна әбука я Мұхаммад. Мұхаммед, әкең қайда дейді? Әби фил Куайт, хуә тобибун шахид. Әкем қазір Кувейтте, ол өте атақты дәрігер. Тобиб деген дәрігер, толиб лыт болса университеттегі студент. Келесі. Уә әйна уммука, және анаң қайда дейді? Хия әйдан фил Куайт, мәға әби. Хия мударрисатун хунака. Хия әйдан фил Куайт. Ол да Кувейтте, мәға әби, әкеммен бірге. Хия мударрисату хунака. Ол жерде мұғалім болып істейді. Келесі. Әзәхәбәтә иләл Куайт я Мұхаммад. Яғни бұл жерде сен де Кувейтке барғансың ба, Мұхаммад дейді. Әзәхәбәтә бару өткен шақта. Нам зәхәбәт, я барғанмын. Келесі. Уә зәмилука әйна әбух дейді. Сенің группаласыңның әкесі қайда дейді? Әбуху фил ябан, хуә тәжирун кабир. Оның әкесі Жапонияда, ол атақты саудагер. Келесі. Так. Әлләкә әхун я Мұхаммад дейді. Мұхаммад, сенің ағаң бар ма дейді? Нам ли әхун уәхида. Я, менің бір ағам бар. Хид деген бір деген сөз. Исмуху Усама, оның есімі Усама деп тұр. Келесі. Уә хуә мағи хуна фил мәдина тил мұнауара. Уә хуә мағи, яғни бұл жерде менімен бірге тұрады деп тұр, Мадина қаласында. Сосын, уәли ухтун уәхида, және менің бір әпшем бар деп тұр. Хида деген бір деген сөз. Исмуха Зайнаб, есімі Зейнеп. Уә хия фил ирақи мәға зәуджиха. Және ол қазір Иракта өзінің күйеуімен бірге. Зәуджиха деген күйеуі. Келесі. Зәуджиха зәуджуха мухандис. Мына жерге келдік. Зәуджуха мухандис. Оның күйеуі инженер деп тұр. Келесі. Әғиңдәка сайярату я әхи. Аға, сенің машинаң бар ма дейді? Сайяра де машина. Лә,
Ма ғинди сайяра. Жоқ, менің машинам жоқ. Ғинди деген ағылшынша айтқанда I have, you have дейді ғой, бір нәрсе бар, жоқ болуы. Ғинди даррожа. Менің велосипедім бар. Хамза ғиндаху сайяра. Хамзаның машинасы бар деп тұр. Келесі, бұл жерде жаттығулар. Осы жерде жауап беру керек. Мысалы, мен бір екеуін көрсен. Мәсмука. Сен кімсің деп тұр. Бұл жерде не деп жауап береміз? Мәсмука. Яғни, сенің есімің кім деп тұр. Исми, мысалы, Айдана десеңіздер болады. Өздеріңіз аттарыңыз айтасыздар. Мен айна әнта, сен қай жерденсің дейді. Айна мин Казахстан. Келесі, мә люғатука, тілің қандай дейді. Люғатук казах. Айна әбука, сенің әкең қайда дейді. Әбука фил Казахстан. Осылай жауап бересіздер. Бұл жерде айна уммука, анаң қайна дейді. Анаңыз қайықта екен, және де кім болып істейтін бағанағы мысалға қарап жауап берсеңіздер болады. Мына жерде толықтырыңдар дейді. Осы сөздің артына ху немесе ха деген қосасыздар. Ху деген мужской род, ха деген женский род. Оны білу үшін соңғы сөзіне қараймыз, немесе мына жердегі сөзіне қараймыз. Соңғы сөзі қарайық, Зайнап деп тұр. Зайнап болса женский род, сонда ханы қоямыз. Исму ха Зайнап болады. Келесі, уабну мухандис. Мына жерде түсініксіз болып тұр, сондықтан Мухаммадун тобиб. Уабну мухандис. Бұл жерде Мухаммад болғанда мужской род болады. Уабну ху мухандис болады. Исму Абдуллах, яғни мужской род. Исму ху Абдуллах болады. Ва умму деген бізде ана, женский род. Ва уммуха фил матобах. Келесі, ва ухту деген бізде сестра, яғни женский род. Ханы қоямыз. Ва ухтуха мумаррода. Осылай толықтыра берсек болады. Ал мына жаттығуда қаламды көрсетіп қойған мысал ретінде ғиндәка қалам, нам ғинди қалам. Сенің ручкаң бар ма? Я, менің ручкам бар. Осы жерге машинан қосаңыздар болады. Ғиндәка сайяра, нам ғиндәка сайяра. Мысалы, осылай 5 сөзді құрастыру қажет болады. Мына жерде де сондай, бірақ болымсыз түрі. Ғиндәка қалам, сен ручкаң бар ма? Ля, мә ғиндәка қалам. Жоқ, менің ручкам жоқ. Енді машинан қойық. Ғиндәка сайяра, ля, мә ғиндәка сайяра. Бұл жерде салыстырайық, қарайық. Нам ғинди болымды түрінде ғинди қалам дейді. Ал болымсыз түрінде мә ғинди. Ғинди тұрады, бірақ мә болады. Болымсыз болғандықтан. Осылай оңай жатталады деп ойлаймын. Енді келесі мысалды көрсеңіздерге. Бәйти, бәйтука, бәйтуху, бәйтуха. Бұл жерде бәйти менің үйім, бәйтука сенің үйің, бәйтуху оның үйі мужской род, бәйтуха оның үйі женский род. Енді қараңыздар. Қалам, хәзә қалами, бол менің ручкам. Хәзә қаламука сенің ручкаң, хәзә қаламуху оның ручкасы мужской род, хәзә қаламуха оның ручкасы женский род. Тура осылай кітапты айтамыз. Китабун деп тұр. Енді менің кітабым болса, китаби. Сенің кітабың китабука. Оның кітабы мужской род, китабуху. Оның кітабы женский род, китабуха болады. Тура солай сәрир. Одан кейін исму. Осы исмуды көрсен, мысалы менің есімім болса, исми. Сенің есімің исмука. Оның есімі мужской род, исмуху. Оның есімі женский род, исмуха болады. Осылай толықтыра береміз. Келесі оқы дейді. Ли, ляка, ляху, ляха. Бұл жерде мысал ретіне түсіндірейін. Ли ухтун уахида. Менің бір әпкем бар. Бұл жерде
менде бар дегенді білдіреді. Ли деген, ляка деген сен деген. Мысалы, әлляка ухтун, сенің әпкең бар ма дейді. Ля, мә ли ухтун, жоқ, менің әпкем жоқ. Осылай түсінікті деп ойлаймын. Яғни I have, you have, he has, she has. Осылай түсінсек болады. Келесі дәрігердің мысалында түсірген. Мысалы, хароджа хамидун мәға халид. Бұл жерде мәға деген сөзді ашып атыр. Мәға деген ағылшынша айтқанда with, қазақша бірге. Мысалы, хараджа хамидун мәға халид. Хамид Халидпен бірге деп тұр. Ана жерде Хамид Халидпен бірге. Захабат тобибу мәғал мухандис. Тобиб деген бізде доктор, және де мухандис деген инженер дегенді білдіреді. Осымен барлық сабақтарды біттік. Баршаларыңызға ассаляму алейкум.